Сәлем достар, біз бүгін осындай биік болып шығатын шоколадный бисквит дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны салып, үстінен қантымызды салып, миксермен аппақ көбік болғанша миксерлейтін боламыз. 5-10 минут көлемінде осылай миксерлейміз. Қантымыз еріп, жұмыртқамен бірге реакцияға түсіп, аппақ көбік болу керек. Сол кезде біздің бисквитіміз өте биік болып шығады. Мінекей осылай аппақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Енді какаомызды електен өткізіп дайындап алып, үстінен қайнап тұрған ыстық суды құямыз және де жақсылап тұрып араластырамыз. Енді сұйық майымызды құямыз. Үстінен какаоны құямыз. Тағы да миксерлеп аламыз. Какаоны міндетті түрде електен өткізіп алыңыз. Мінекей жақсылап миксерледік. Енді ұнға қопсытқышты араластырып, ұнымызды аз-аздан бөліп отырып салатын боламыз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер. Осылай аз-аздан салып отырып миксерлейтін боламыз. Осы кезде пешімізді 170 градусқа қыздырып дайындап қоямыз. Бисквитті міндетті түрде қызып тұрған пешке салу керек. Мінекей дайын. Енді біз формамызға пергамент қағазын төсейміз. Менде форманың диаметрі 24 см. Тестімізді құйып, қызып тұрған пешке 40-45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Бисквит пісіп жатқан кезде пештің аузын ашуға болмайды. Мінекей біздің бисквиттеріміз дайын. Өте биік болып шықты. Әрі жұмсақ, үлпілдек. Мінекей осындай болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады.